Ең бірінші, бізді мына 300 жыл бұғауға салып тастаған, көз алдыңызға елестетіңіз, 20 жыл, 30 жыл үстінен ер-тоқым түспеген, арбада жүрген, аяғынан тұсау шешілмеген ат жіберсе қандай болатын? Көз алдыңызға елестете алатын шығарсыздар, ауылда өстіңіздер, да? Ол ат деген бір сүмірейген, мүлде қуана алмайтын, секіріп, ана далада жүрген аттар сияқты ойнақтай алмайтын атқа айналады. Өкінішке қарай 300 жылдың ішінде біздің санамызда сондай бұғау тұр. Сол бұғауды шешіп тастамайынша бізде еркіндік болмайды. Еркіндік алдымен адамның ішінде болуға тиіс. Ішінде, ішкі дүниесі еркін болса, ол сыртқы әлем еркін болады. Сондықтан көптеген осы аламанға қатыспаған, тренингке қатыспаған адамдар түсінбейді. Мыналар неге секіріп жатыр? Неге айғайлап жатыр? Немесіне жетісіп жатыр? Бұл қандай секті деген. Өйткені біздің қоғамда қабағы түсіп, салбырап, сүмірейіп жүру әбден қалыпқа айналған. Оны байқап жүрсіздер ме? Қазір осында біраз еркіндік сезіне бастадыңыздар. Сол сіздің сыртқы әлеміңізге, сыртқы әлем дегеніңіз не? Адамдармен қарым-қатынасыңызға, денсаулығыңызға, табысыңызға әсер ете бастады ма? Әсер ете бастады деп ойлаймын. Міндетті түрде әсер етеді. Мына бәйге. Бәйгені 30 жыл ер-тоқым арқасынан түспеген, арбаға шегілген, мойында қамыт бар сияқты ат емес. Қазақтың даласында, сайын даласында емін-еркін жүрген тұлпар сияқты. Сол тұлпардың үстіне мініп қиқулап келе жатқан қазақтың еркін қыздары мен жігіттері сияқты айтамыз. Жақсы ма? Кеттік. Шаршама, тоқтама, болып жүрме масқара, үлгі болсын басқаға, сәтті болсын басама, бас қамшыңды тоқтамай. Шаршама, тоқтама, болып жүрме масқара, үлгі болсын басқаға, сәтті болсын басама, бас қамшыңды тоқтамай. Алаш рухы оянып, кеудені кернеп, ар жанымен шабамын, құлашым сермеп, жарқын өмір тосып тұр мені алдымнан, алға қой.